Баяғыда Айша деген арманшыл кішкентай қыз өмір сүріпті. Ол аспанға қарап, бұлттардың ішінде бір құпия әлем бар деп ойлайтын. Бір күні жаңбырдан кейін аулада жарқыраған кемпір қосақты көреді. Кенет кемпір қосақтың ұшында кішкентай баспалдақ пайда болады. Айша батылдық жинап баспалдақпен жоғары көтеріледі. Көтеріле келе бұлттардың үстіне шығады. Ол жерде бәрі аппақ, жұмсақ, ал бұлттар кішкентай қозылар сияқты жүреді екен. Сол кезде бұлттардың арасынан күміс қанатты кішкентай періште шығады. «Қош келдің, Айша. Сен бізге көмектесе аласың ба?» дейді періште. «Қалай көмектесемін?» деп таң қалады қыз. «Бүгін жерге жаңбыр жауы керек. Бірақ біз жаңбыр тамшыларын жоғалтып алдық». Айша бұлттардың арасын іздеп жүріп, кішкентай мөлдір моншақтарды табады. Олар жаңбыр тамшылары екен. Қыз оларды себетке жинап береді. Бұлттар қуанып жаңбыр жауа бастайды. Жердегі гүлдер жайқалып, ағаштар сыбдырлайды. Періште Айшаға кішкентай бұлтша сыйлайды. Қиын кезде оны қолың алсаң, сенің армандарыңды еске салады. Айша үйіне оянғандай болып қайтып келеді. Қолында кішкентай аппақ мамық жатыр. Сол күннен бастап ол түсінеді. Арманы бар адам әрқашан биікке көтеріле алады.